Сәлем оқырман. Алдыңғы жағдай Зухра мен Бексұлтанның арасында болған көп көрерменді таң қалдырды. Екі адамның арасында қалатын көп әңгімелер айтылды. Көбі ұят неге шығардыңдар деп жатыр. Зухра әлі жылау үстінде, камераға жыламаса да көзі ісіп кеткен. Бәрі бірде көрініп тұр көзінен қатты қиналып жүргені. Екеуі қосыла ма деген ой бар енді. Шықпайтын әңгімелерден кейін ажырасатын болар деген ойдамын. Кім білсір, бірақ мүмкін біреуі басын иіп отбасын сақтап қалуға өзіне бір мүмкіндік беріп, қайта қосылуға талпынатын шығар. Алда көре жатармыз не болатынын. Инстаграм желісінде Бексұлтанда Зухрада өз ойларымен бөлісіп тұрады. Бексұлтан болса былай деді желіде. Кеше жер сілкінісі болған кезде бәрі дүниесін тастап, бас сауғалап қашты. Дүние, ақша, байлық бәрі қалды. Көрдіңіздер ма, адам үшін өмірі маңызды. Бірақ елім ақиқат. Ертең өлсек бәрін тастап, 1 метр матамен кетеміз. Сол үшін дүние емес, дос жинаңыз. Ертең өлсен артынан дуа қылады. 5 күндік өмірде бір-бірімізді бағалайықшы. Ал Зухра болса әлі де көзі ісіп, жылап жүр. Соңғы көз жасым деп қояды. Ішімде жер сілкініп жатыр, жүрегім майда бөлшектерге бөлініп, жинай алмай жатырмын деп қатты уайымдап жүр. Баласы қасында жұбатып жүр. Менің ханшайымым, мен сенің қасындамын деп қояды. Зухра мен Бексұлтан болса ажырасуға дейін баратын секілді. Шынымен де бір-біріне қарайтын бет қалмағанда шығар. Қатты айтсам да сырт көзден солай көрінеді. Екеуінде және де заңды неке жоқ. Сол үшін де оңай болатын секілді қағаз жүзінде. Ойларыңыз қалай? Негізі көрермендердің пікірін бір оқып қарап шықтым. Ал мен өзімнің пікірімді айтайын. Өте көп негатив Зухра тарабына кетуде. Неге? Жалғыз әйел кінәлі ме сонда? Соны жазатын көбі әйелдер. Өзіңіздің күйіңіз солай әрбірімен қыдырып, ауру жұқтырса, ұнай ма сіздерге? Ақша тауып отырып, әйелімен бөліспесе, толықтай қамти алмаса, неге әйелдікке алды онда? О бастан көрінді ғой, екеуі бір-біріне келмейтінін. Бексұлтан қазақи, Зухра заманауи, бәрі екеуін үйленгенін көріп таң қалған еді. Зухраны да дұрыс демеймін, басынан эфирге ештеңе айтпау керек еді. Өз отбасы болып шешу керек еді, бүкіл елге бір-бірін масқара қылмай. Екеуінікі де осы жерде дұрыс емес, жалғыз Зухраны кінәлау керек емес. Екеуі бірдей кінәлі.